Ауданда жол жөндеу жұмыстары ерте көктемнен басталды. Биыл Қордай ауылында орталық көшелерде жаңа кейіпке еніп, заманауи талаптарға сай жаңартылмақ. Жөндеу жұмыстарына бюджеттен 206 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Осылайша тұрғындардың аудан әкімімен кездесуінде көтерген мәселелері өз шешімін тауып жатыр. Құрылыс басында біздің түсірілім тобы да болып қайтқан еді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Қордай ауылында биылғы жол құрылысы маусымы қарқынды басталды. Тозығы жеткен асфальт пен ойлы-қырлы көшелердің орнына су жаңа тегіс асфальт төселуде. Қазір мен тұрған Қонаев көшесінде техникалар тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Жалпы ауылымызда 9 бірдей көше жаңа кейіпке енбек. Қордай ауылында 2 ірі жоба қатар жүзеге асып жатыр. Бірінші кезекте ұзындығы 1,2 шақырымнан асатын Қордай, Батыс және Бәйдібек көшелері жөнделуде. Ал екінші жоба аясында Жеңістің 50 жылдығы Аңырақай, Қазбек би, Қонаев, Шу және Жамбыл көшелері де жаңғырмақ. Қазіргі таңда Қонаев көшесі жолын салып жатырмыз. Онымен қоса автотұрақ бекетінде қоса салып жатырмыз. Халыққа қолайлы болу үшін. Аудан орталығындағы жөнделетін жолдың жалпы ұзындығы 6 шақырымға жуықтайды. Жұмысқа 15 жұмысшы, 9 техника жұмылдырылған. Әсіресе ұзындығы 1,8 шақырым болатын Жамбыл көшесі мен халық тығыз орналасқан Қазбек би көшелеріне басымдық берілген. Жолды салып жатқанына көп мемлекет басшылығына, аудан әкім басшылығына көп рахмет айтамыз. Ауылымызды ойлап, көркендіріп, безендіріп жатқанына рахмет. Жаяу жүргіншілерге тротуар жасап жатыр. Рахмет оғанда. Мамандардың айтуынша жұмыс кестеден кешікпей жүріп жатыр. Бұйырса ауыл халқы биылғы жазды тегіс жолдармен қарсы алады. Әсіресе әлеуметтің қарасы қалың орталық аурухана орналасқан көше жөнделіп, автотұрақтың салынуы тұрғындар үшін жасалған қолайлы жағдайдың бірі. Ал аудандағы жол инфрақұрылымын жақсарту жұмыстары жыл сайын кезең-кезеңімен өз шешімін таппақ. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.